Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше етіп кез келген тамағыңыздың дәмін келтіретін дәмдеуішпенен бөліскім келіп тұр. Бұл анамның рецептісі, қабыл алыңыздар. Бізге керекті қызыл болгар бұрышы, тек қана қызылы керек. Енді бұны жақсылап іштерін тазалап, жуып, ет тартқыштан немесе блендерменен майдалап өткізіп аламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал көріп тұрғандай, бұл жерде мен 1 килограмм болгар бұрышын қолдандым. Енді көбірек қылып жасасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып, жуамызды салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Ал жуамызды міне осылайша етіп қызарғанша қуырамыз. Кез келген салатты жалпы жасайтын кезде жуаны осылайша етіп қуырсаңыздар, салаттарыңыз ашымайтын болады. Енді езілген болгар бұрышын салып бірге қуырамыз. Болгар бұрышы бұл жерде кәдімгідей су тартылғанша жақсылап қуыру керек. Дәміне қарай кішкене мен тұз салдым. Ал көріп тұрғандай чесногымызды және ащы болгар бұрышын блендермен езіп алдым да, жаңа қайнап тұрған дәмдеушіміздің үстіне салып, барлығын бірге қайнатамыз. Орташа отта қайнату керек. Үнемі асын араластырып тұрыңыздар, жабысып қалмау үшін. Және де бір үлкен ас қасық паприка салып жердім. Светі одан да әдемі болу үшін. Енді үнемі араластырып қарап тұрыңыздар.
Ал көріп тұрғандай болгар бұрышынан жасалған дәмдеуішіміз дайын. Мен осылай суытып алдым да, кекпопсидің осындай үйде бумажный ыдысы бар екен, соларға салдым. Бұл жерде енді банкіге салсаңыздар да болады, кіші банкілерге. Мен бұны морозилькке салып қатырып алдым. Если банкіге салатын болсаңыздар, салқын жерде холодильникке сақтасаңыздар да болады. Осылай жасап көріңіздер. Каждый астарыңызды жасаған кезде біреуден екеуден салып жерсеңіздер, ерекше дәм береді. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.